сәлеметсіздер ме? Дәрістің тақырыбы математикалық статистиканың негізгі түсініктері деп аталады. Бұл тақырыпта қарастырылатын негізгі сұрақтар ол бас жиынтық және таңдама, таңдаманың үлестірімі, полигон және гистограмма, таңдаманың сандық сипаттамалары. Математикалық статистика статистикалық мәліметтерді жинап, жүйелеп, зерттеп, олардан қорытынды шығару мәселесімен айналысатын математиканың бөлімі болып табылады. Таңдама математикалық статистика негізгі ұғымы ретінде қарастырылады. Статистикада қарастырып отырған объектілер жиыны бас жиынтық деп аталады. Бас жиынтықтан кездейсоқ алынған жиынды таңдама деп атаймыз. Таңдамадағы объектілер саны таңдаманың көлемін анықтайды. Бас жиыннан таңдама құрылды деп есептейік. Таңдама көлемі n саны болсын. Таңдамадағы мәліметтердің әр түрлерін x1, x2, x3, тағы сол сияқты xk деп белгілейміз. Оларды варианталар деп атайды. Егер осы варианталарды өз суретімен орналастырып жазатын болсақ, келесі қатарда аламыз. Ол x1, x2, x3, тағы сол сияқты xk-ны құрап жазылады. Бұл қатар вариациялық қатар деп аталады. Егер таңдамада x1 вариантасы n1 рет, x2 вариантасы n2 рет, тағы сол сияқты xk вариантасы nk рет қайталанатын болса, онда n1, n2, n3, тағы сол сияқты nk сандары вариациялық қатардың жиіліктері деп аталады. Жиіліктердің қосындысы таңдама көлеміне тең болып табылады. Ал жиіліктердің таңдама көлеміне қатынасы вариациялық қатардың салыстырмалы жиілігі деп аталады. Және олардың қосындысы бір санына тең болады. Таңдаманың вариациялық қатармен бірге жиіліктері немесе салыстырмалы жиіліктері көрсетілсе, онда таңдама үлестірімі берілген деп айтуға болады. Таңдама үлестірімін кесте түрінде де көрсетіп беруге болады. Бірінші кестеде таңдама жиіліктердің үлестірімі берілген. Екінші кестеде салыстырмалы жиіліктердің үлестірімі берілген. Бұл кестедегі бірінші қатарда жаңағы варианталар жазылған, екінші қатарда жиіліктер. Мысалы, мұндай есепті қарастыратын болса, үй тапсырмасына 7 есеп берілді. Топтағы 10 баладан үй тапсырмасы туралы сұраған кезде оқытушы келесі мәліметті алады. Балалардың берген жауаптары келесідей болып орналасады. 5, 4, 6, 7, 4, 6, 0, 5, 4, 7. Яғни 10 баладан 10 жауап алынады. N тең 10 деп біз жаңа таңдаманы белгілеп аламыз. Сонда таңдама 10 баладан құрылған. Осы алынған мәліметтердің ішіндегі әр түрлері жаңағы яғни варианталар 5, 4, 6, 7, 0-ды құрайды. Қайталанатын сандарды жазып алғанда осы шығады. 5, 4, 6, 7, 0. Енді осы варианталарды өз суретімен орналастырып жазамыз. Яғни 0, 4, 5, 6, 7 деген вариация қатарды аламыз. Енді балалардың орындаған тапсырмасы саны мен бала санын жазамыз. Бірде бір рет орындамаған тапсырма жаңа x вариантыға теңестіріп жазамыз да, ол бізде 0 болады. Яғни x1 вариантымыз 0. Ол тапсырманы, 0 тапсырманы бірақ бала орындаған. Оның жиілігі сәйкес n1 деп белгілейміз де, бірге теңестіреміз. Сонда x1 вариантадағы жиілік n1 болады. Олардың мәндері x1 0, n1 1. Сол сияқты 4 тапсырма орындаған, 5 тапсырма орындаған, 6 тапсырма орындаған, 7 тапсырма орындаған балалардың сәйкес варианталарымен жиілігін жазып шығамыз. Енді осы таңдаманың жиіліктер үлестірімін кесте түрінде жазып аламыз. Бірінші қатарға жаңа варианталарды, екінші қатарда олардың сәйкес жиіліктері жазылады.
Жиіліктер қосындысы таңдама көлемінің тең екенін тексеру үшін жиіліктерді қосып аламыз. Жаңа екінші қатардағы жиіліктерді қосамыз, ол таңдама көлеміне тең болу керек. Таңдама бізде 10-ға тең, сондықтан қосып алып тексеретін болсақ, ол сәйкес келеді таңдаманың мәніне жаңа 10-ға. Енді таңдаманың салыстырмалы жиіліктерін үлестірімін жазу үшін жиіліктерді таңдама көлеміне, яғни жаңағы 10 санына бөлеміз. Бұл кестеде бірінші қатарда жаңа варианталар, екінші қатарда ол варианталардың салыстырмалы жиіліктер жазылады. Яғни жаңа бірінші кестедегі екінші қатардағы мәндерді 10-ға бөліп жазамыз. Сәйкес 0,1, 0,3, 0,2, 0,2, 0,2 салыстырмалы жиіліктер аламыз. Енді осы салыстырмалы жиіліктердің қосындысын бірге тең екенін тексеру үшін осы қосындылар жиіліктерді өзара қосып аламыз. Шынымен де ол бірге тең болады екен. Келесі қарастыратын түсініктердің бірі ол жаңа полигон мен гистограмма. Кездейсоқ шаманың үлестірім заңы берілгенде үлестірімнің сынық сызықтарын сала аламыз. Сол сияқты таңдаманың да үлестірімін график түрде сызып көрсетуге болады. Таңдама жиілік үлестіріммен берілсін. Яғни кесте түрінде. Бірінші жолда варианталар, екінші жолда олардың жиіліктері жазылған. Бұндай графикті салу үшін тік бұрышты декарттық координаталар жүйесінде нүктелерді саламыз. Ол нүктелер жаңағы абсцисса өсі бойынша варианталар x-тер жазылады. Ордината өсі бойынша олардың жиіліктері n. Олар бізде n1, n2, тағы сол сияқты nk-ға дейін жазылады. Осы нүктелерді салып, оларды кесінділер арқылы тізбектеп қосамыз. Енді бұнда пайда болған сынық сызықтар тізбегін жиіліктер полигоны деп атайды. Егер таңдама салыстырмалы жиілік үлестіріммен берілсе, онда салыстырмалы жиілік полигонын салу үшін тік бұрышты декарттық координаталар жүйесінде жаңағы сияқты нүктелерді белгілеп, салып, оларды кесінділер арқылы тізбектеп қосамыз. Жалпы түрде график келесі түрде болады. Бұл графикте жаңағы сол жағында x варианталары, сол салыстырмалы жиіліктері келтірілген. Осыларды жаңағы өстерде белгілеп, өзара қосып аламыз да, нәтижесінде осындай график пайда болады. Егер таңдамадағы варианттар саны көп болса, онда полигон салған қолайсыз болады. Бұндай жағдайда таңдама мәндері жататын интервалды өзара тең интервалдағы бөлеміз, олардың ұзындықтарын h деп белгілейміз. Әрбір кіші интервалдағы таңдама жиілікті анықтайды, оны ni деп белгілейміз. Әрбір кіші интервалдағы таңдама жиілігінің интервал ұзындығына қатынасын жаңағы ni бөлінген h жиілік тығыздығын береді. Жиілік тығыздық деп аталады. Табаны h, биіктігі ni бөлінген h болатын тікбұрыштан тұратын сатылы фигураны жиілік гистограммасы деп атайды. Мысалы, осы полигон мен гистограммаға мысал қарастыратын болсақ, күнделікті жұмысшы, 50 жұмысшының алатын жалақысы шартты белгімен келесі мәліметтерді көрсетті. Бұл мәліметтер экранда көрсетіліп тұр. 5 қатарда жазылған, 10-10-нан берілген. Осы мәліметтер қарап отырсақ, 165 пен 190 арасындағы интервалда орналасқан сандар. Осы интервалды ұзындығы h 5 деп аламыз. Яғни 5-ке бөлеміз. Сонда бізде 5 интервал пайда болады. 165 пен 170 аралығында, 170 пен 175 аралығында, 175-180 аралығында, 180-185 аралығында, 185-190 аралығындағы жаңа 5 интервалды жазып алдық. Енді әрбір интервалдағы жиіліктер санын анықтау үшін осы интервалдағы түсетін таңдамаларды санап, кестенің 3-ші тік жолына жазамыз. Жиіліктер санын 5-ке бөліп, әр интервалдағы таңдама тығыздығын тауып, кестенің 4-ші тік жолына жазамыз. Сондағы алатын кестеміз экранда тұр.
Енді осы кестені пайдаланып жиілік гистограммасын салуға болады. Бұл графикті көріп отырғандай жаңағы біздің 5 интервал бейнеленген. Осы интервалдарды белгілеп, мұндай гистограмма аламыз. Енді келесі математика статистиканың бір түсінігі ол таңдаманың сандық сипаттамалары болып табылады. Осыны қарастырамыз. Егер бізге бірнеше сандық мәліметтер берілсе, онда оның орташа мәнін табуды білеміз. Ол үшін барлық санды мәліметтерді қосып, мәліметтер санына бөлеміз. Берілген сандық мәліметтер x1, x2, x3 тағы сол сияқты xn болсын. Олардың жалпы саны n. Сандық мәліметтердің орташа мәнін x үстіне сызып белгілесек, онда келесі түрде есептелінеді. Барлық жаңа x1 қосу x2 қосу x3 тағы сол сияқты xn-ді жалпы санға n-ға бөлеміз. Осындай қатынас экранда тұр. Егер көлемі n болатын таңдама жиілік үлестірімен берілетін болса, кесте түрінде, онда таңдаманың орта мәні келесі формамен есептелінеді. Бұндағы n деген жаңағы жиіліктердің қосындысы. Өсу ретімен орналасқан таңдама тең 2 бөлікке бөлетін мәнді таңдама медианасы деп атайды. Егер таңдама көлемі тақ сан болса, онда медиана тең ортада тұрған мән болады да, ал таңдама көлемі жұп сан болса, медиана тең ортада тұрған екі мәннің арифметикалық орташасы болады. Вариация қатарының жиілігі ең аз вариантасын мода деп атайды. Тәжірибеде сандық мәліметтердің, яғни таңдамалардың орташа мәнін табу жиі кездеседі. Бұл жағдайда осы мәліметтердің орташа мәнінен қаншалықты алшақ орналасқанын да білу қажет болады. Вариациядағы ең үлкен варианта мен ең кіші варианттың айырымы таңдаманың ауқымы деп аталады. Жалпы түрде x1, x2, x3 тағы сол сияқты xn берілген таңдама, ал оның орташа мәні екі сызықша болсын. Осы таңдамадағы қандай да бір а шамасы маңында шоғырланған болсын. Жаңағы x1 штрих деп белгілейтін болсақ, x1 штрих тен x1 минус а, x2 штрих тен x2 минус а, тағы сол сияқты xn штрих тен xn минус а болады. Осы шамалардан келесі қатарды құрамыз. x1 штрих, x2 штрих, x3 штрих, тағы сол сияқты xn штрих. Осы алынған жаңа қатардың орташа мәнін x штрих сызықшамен белгілеп аламыз. Сонда берілген қатардың орташа мәні келесіге тең болады. x сызылған тен а плюс x штрих сызылған. Сандық мәліметтердің тағы бір көрсеткіші дисперсия мен орташа квадраттық ауытқу болып табылады. Көлемі n болатын таңдама берілсін. Таңдамадағы сандық мәліметтер әртүрлі болсын. Олар x1, x2, тағы сол сияқты xn. Таңдаманың орта мәні x сызылған болсын. Сонда таңдамадағы санды мәліметтер мен орта мәннің айырымы ауытқу деп аталады. Ол келесі түрде жазылады. Енді осы ауытқу квадраттан алатын болсақ, бұл таңдама дисперсиясы деп аталады. Жаңағы формуламен табылады. Сонымен таңдама дисперсиясы келесіге тең. Экранда жазып аламыз. Дисперсия тең жаңағы x1 минус x сызылған квадраттап қосу x2 минус x сызылған квадраттаймыз, қосу тағы сол сияқты xn минус 2 сызылған квадрат. Осының бәрі бөлінген жалпы n санға. Ал егерде таңдама жиілік үлестірілмен берілсе кесте түрінде, онда дисперсия келесі формуламен есептелінеді. Бұл формула экранда келтірілген. n деген жалпы жаңағы сан, таңдамаларды қосқандағы жалпы сан. Дисперсия оңай есептелетін келесі теорема қолданылады. Бұл теоремада таңдаманың дисперсиясы таңдама квадраттарының
орташа мәні мен орташа мән квадратының айырымы тең болады екен. Дисперсия артқан сайын мәліметтердің орташа мәнінен ауытқуы да арта түседі. Бүгінгі тақырыпта қарастырған сұрақтар осы. Енді өзін бақылауға арналған сұрақтар бар. Өзім тексерем десеңіздер, осы сұрақтарға жауап жазып тексеруге, бақылауға болады. Назарларыңызға көп рахмет. Сау болыңыздар.